Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмі тіл үйіретін тауық еті мен бәліш пісіреміз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ыдысқа ұн, қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Енді сары майды салып, үгітінді жасаймыз. Кілегей мен тұзды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды екі бөлікке бөліп, салафанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, картоп пен пиязды текшелеп турап аламыз. Енді тауықтың төс етін ұсақтап тураймыз, барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырдың бір бөлігін жайып, пергамент төселген табаға орналастырамыз. Енді қамырдың үстіне дайын салманы тегіс етіп жайып аламыз. Жұмсақ сары майды салманың үстіне орналастырамыз. Дәл солай екінші қамырды жайып, бәліштің үстіне орналастырамыз да шеттерін жапсырамыз. Енді жұмыртқаның сары уызына сүт қосып, бәліштің бетін майлап аламыз. Ал енді бәліштің бетін шанышқының көмегімен немесе пышақтың көмегімен тесіп шығамыз да, бетіне күнжіт себеміз. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минут пісіреміз. Міне сыртынан қытырлақ, іші жұмсақ, әрі өте дәмді бәлішіміз дайын. Дастарханның сәні болатыны сөзсіз, сізде жасап көріңіз. Егерде бұл рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.